Сәуір маусым өңірде қырым қанды безгегінің өрши түсетін уақыты. Жазғы жайылымға малды аман шығару үшін осы кезеңде 4 түлікті дәрілеп, тоғытпаға түсіру керек. Яғни арнайы сұйықтықпен араластырған судан малды жүргізіп өтеді. Бір ғана Талас ауданында осындай 7 тоғытпа жұмыс істейді. Мамандар тек 4 түліктің ғана емес, қора жайларының да дезинфекциялануына мән береді. Бұл жұмыстар облыс әкімінің қаулысымен бекітілген іс-шараға сәйкес атқарылуда. Дәрілейтін дәрі-дәрмектің барлығы облыстық бюджет есебінен алынған. Қазіргі күнге дәрі-дәрмек толығымен жеткізілген, жұмыстар өз барысында жүріп жатыр. Бұл жұмыстар облыстық ветеринария басқармасының күнделікті қадағалауы мен бақылауында. Алыс елді мекендердегі шаруа қожалықтардың дәріленуіне де ерекше көңіл бөлініп отыр. Биыл аймақтағы 45 елді мекендегі табиғи ошақтарды залалсыздандыру жоспарланған. Облыс бюджетінен бұл мақсатта 78 миллион теңге бөлінген. Ақсәуле Абтай, Мержан Ерболатов, Тараз 24.